Қайырлы күн менің көрермендерім. Біз бүгін тауық етінен котлет әзірлейміз. Сіздерге менің рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер. Мына жерде 2 килограмм тауықтың фаршы. Мен тауықтың төс етін сатып алып, жуып, өзім мясорубкадан өткізіп дайындап қойдым. Мынау үй наны, магазин Булкананда болады. Осы үй нанын мен осылай бөліп суға жібітіп қоямын. Көбісі сүтке жібітеді. Сүтке жібіткеннен кейін қазір май қосылады. Май қосқаннан кейін фарштың майы бар. Қосқаннан кейін бұлжырап кетеді. Сол үшін мен суға жібітіп қоямын. Енді нанымызды турап алдық ұсақтап. Енді осыған су құйып мен жібітіп қойып жатырмыз. Суға батып тұру керек нанымыз. Нанымыз жібігенше мен фаршқа басқа заттарын дайындай береміз. 2 килограмм фаршқа мен 4 пияз саламын. Пиязымыз осылай турап, блендерден езіп аламыз. Және 2 түп чеснок қосамын мен. Чесноктың көп болғанын ұнатпаймын өзім. Сондықтан 2 түп чеснок жетеді. Сөйтіп блендерге салып езіп аламыз. Енді езіп алған пиязымызды фарштың үстіне саламыз. Біздің нанымыз осылай жібіді, міне осылай қою емес, сұйық емес, орташа сұйықтықта. Бұл жерде 300 грамм нан. Осылай каша күйінде болу керек. Енді қоспамызды қоса берейік. Тұзымызды саламыз, бұршымызды саламыз. Және осы 2 килограмм фаршқа мен 4 жұмыртқа қосамын. Жұмыртқамызды саламыз. Және де дәміне қарай өздеріңіз приправалардың дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Енді осылардың бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Бәрі біркелкі араласқанша осылай араластыра береміз. Осылай жақсылап тұрып араластырыңыздар. Тұзын көресіздер, дәміне қарай, тұзын да дәміне қарай саласыздар. Қоспаларымыз бәрін қосып болғаннан кейін, жақсылап тұрып араластырғаннан кейін, мына жерде 300 грамм сары май. Осы сары майымыз үй температурасында болу керек. Енді осыны жақсылап тұрып араластырамыз, мыжып тұрып араластырамыз. Біздің фаршымыз дайын болды. Осындай сұйықтықта енді осы фаршты аламыз да осылай шәлпеттейміз дей ма, не дейді өзі. Осылай шәлпеттейміз. Сонда бұларды бұлай сопақтаған кезде бұлар жақсы бірігеді. Осылай 10 минуттай осылай шәлпеттеу керек. Мен әр котлетімді 80 граммнан есептеп осылай дайындап қатырып қоямын. Өздеріңіздің қалауыңызша мына 80 граммның өзі үлкенірек болып тұрмаған. Котлетімізді қолға алған кезде осылай әбден бірін-біріне бірігу үшін осылай шәлпеттеп дайындаймыз. Дайындаймыз да ұнның үстіне қоямыз. Сосын мен мынандай тапаға пергамент төсеп қойдым, соның үстіне дайындап қоя берем. Мен әрқайсысын өлшеп қоямын. 80 граммнан. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Мен қазір мына жерде бір 10 шақтысын өзім қурам, қалғанын дайындап тоңазытқышқа салып морозильникке қатырып қоямын. Қалған уақытында дайындап жей берем, балдар.
2 килограмм фарштан 80 граммнан 40 котлет шықты. Мен енді 30-ын осын морозилкаға салып қатырып қоям. 2 сағат морозилкаде тұрды. Енді котлетіміз қатыр шықты. Енді осыларды 10-ынан пакетке салып морозилкаға қайтадан салып қоямын. Любой уақытта қонақ келгенде осыны бере береміз. Асығыс келсе осыны дайындап бере береміз. Болмаса балдар сабақтан келген кезде осындай қуырып өздері жей береді.